Сәлеметсіздер ме, балалар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып. Жер және ғарыш бөлімі бойынша сабақ тақырыбы еліміздің жер бедері қандай? Балалар, сендер қандай жерлерді көріп тұрсыңдар? Бұл жерде бізге қандай суреттер берілген? Иә, таулар мен жазықтар. Жоңғар алатауы, Алтай таулары, тегіс жазық, төбелі жазық. Балалар, еліміздің жер бедері алуан түрлі. Онда биік таулар мен қыраттар, жазықтар мен ойпаттар бар. Жазықтар физикалық картада жасылмен боялады. Олар ежелгі теңіз немесе көлдердің орнында пайда болған. Картада жасыл бояудың үстіне сарғыш дақ түсіру арқылы төбелі жазықты белгілейді. Төбелер мен бір-бірімен жалғасып қырат құрайды. Таулар картада қоңыр түске боялады. Тау биіктеген сайын картадағы қоңыр түс қоюлана түседі. Биік таулардың басынан қысы-жазы қар мен мұз кетпейді. Арасында сарқырап тау өзені ағып жатқан терең шатқалдар болады. Биік тау беткейінде орман өседі. Қазақстанның ең биік нүктесі Іле алатауындағы Хан Тәңір шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ең төмен нүктесі Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метр. Еліміздегі табиғаты мен жер бедері ерекше аймақтың бірі үстірт. Бұл аймақты қалай пайдалануға болатыны туралы ғаламтор мен энциклопедиядан ақпарат іздеп көр. Балалар, есімізде сақтайық. Еліміздің шығысы мен оңтүстігі таулы, ал солтүстігі мен батысы жазық. Тауларға Тянь-Шань, Алтай, Жетісу, Жоңғар алатауы, Сауыр-Тарбағатай таулары жатады. Аласа тауларға Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау таулары жатады. Қыраттар мен үстірттерге Үстірт, Бетпақдала, Торғай жатады. Жазықтарға Батыс Сібір, Тұран, Каспий маңы ойпаты жатады. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша дәптерімізге 3 сұрақ-жауап құрастырайық. Балалар, сендер білесіңдер ме? Шарын шатқалы Қазақстандағы қайталанбас жер. Шатқалдың ұзындығы 154 километр. Шатқалдың ортасынан Шарын өзені ағып жатыр. Көркіне көз тоймайтын әсем жер Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Білім шыны әдісі арқылы бүгінгі сабақты қандай деңгейде түсінгенімізді дәптер соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.